Адамның салмағы. Неліктен кейбір адамдар аз жесе де тола береді? Панкреатит пен гастрит неге бәріне қойылады? Әлде бұл аурудың нақты себебін таппағанда дәрігердің жапсыра салатын сылтауы ма? Бат шынымен пайдалы ма? Қайсысын ішуге болады, қайсысы жай ғана маркетинг? Капсула камера. Адам оны таблетка сияқты жұтады, ішектің ішіне саяхат жасау құны қанша? Біреулер асқазанын кесіп тастайды, біреулер ішіне баллон салады. Асқазанды тағы қалай алдауға болады? Аземпик диабетке арналған дәріні арықтау үшін ішу дұрыс па? Оның қаупін білесіз бе? 75 мың теңге профессордың бір қабылдауы. Бірақ не үшін адамдар кезекке тұрады? Медицина, бизнес пе, әлде сенім бе? Бұл сұхбат сіздің денсаулығыңыз үшін ақпараттық вакцина болсын. Армысыздар, қымбатты менің оқырмандарым. Динамен дұрыс алаңында сіздердің денсаулықтарыңызға қатысты бір қатар бағдарламаларды түсіремін деп уәде берген болатынмын. Ал уәденің аты уәде. Сондықтан да мен бүгін өзімнің студияма гастроэнтерология, гепатология және метаболизм институты интерна клиник негізін қалаушы Әсет Өтегенов мырзаны шақырдым. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба, Дина? Әсет мырза, ең алдымен біздің аудиториямыздың басым көпшілігі әйелдер және әйелдердің денсаулығы мен үшін ең бірінші орында. Қазақта мынандай сөз бар: әйелдің 40 жаны бар деген. Мәселен, түсінікті болу үшін айтайын, мысықтың 9 өмірі бар деп біз айтамыз жиі, әзілдеп. Ал кей адамдардың ұғымынша әйелдің 40 жаны бар екен. Сіз осы оймен келсесіз бе? Сіздің ойыңызша әйелдің қанша жаны бар негізінде? Дина ханым, рұқсат болса, мен орысша жауап берем. Бәрі сұрақтарыңызға. Иә, бізде осылай дейтіндер көп. Әйел ешқашан шаршамайтын жан сияқты. Ол отқа да, суға да түседі. Бәріне төзуі тиіс. Өлмейді деп санаймыз. Бірақ біз бәріміз де адамбыз. Әйел де, еркек те. Бізде бір ғана өмір, бір ғана дене бар. Сол денені ортақ аманаттай сақтауымыз керек. Рахмет. Негізінде клиникаға қазіргі таңда жүгінетіндердің көбі әйелдер ме? Еркектер ме? Бір статистикаға егер сүйенетін болсақ. Статистикаға қарасақ, бізге келетіндердің 80% әйелдер. Ер адамдар өз еркімен келмейді. Олар әдетте жағдайды шегіне дейін жеткізеді. Все-таки доводит ситуацию до критического. Неге мұны сұрап жатырмын, қымбатты көрермендер? Семіздік қазіргі таңда үлкен проблемалардың біріне айналған, және де осы проблеманы пайдаланып сіздерді алдап жатқан, керек емес сіздерге дәрілерді беріп жатқан, керек емес операцияларға сіздерді жүгіндіріп жатқан алаяқтар да біздің қоғамда өкінішке қарай аз емес. Осының барлығын айтып түсіндіру үшін мен қазір сіздің клиникаңызға жеке өзім барып, сондағы гастроэнтеролог мамандарымен сұхбаттасуды жөн көріп отырмын, рұқсат етсеңіз. Александр Витальевич Қазақстандағы гастроэнтерология ғылымының тірі классигі десем, артық айтпағаным. 200-ге тарта ғылыми мақаланың авторы. Жапония, Германия, Израиль, Испанияда білімін жетілдірген. Оның қабылдауына жазылу 75 мың теңге, бірақ адамдар кезекке тұрады. Мен әңгімемді асқазанды кесіп тастау шын көмек пе, сәнге айналған қауіп пе деген сұрақтан бастадым. Өйткені операция жасатсам болды, бәрі шешіледі деп ойлайтындар көп. Диета мен қозғалыстың орнына кей адамдар тез арықтау үшін ота жасау тәсілін таңдайды. Сіздіңше бұл ақылға қаншалықты қонымды? Дина, мен бұл сұрақты екі бөлікке бөліп қарастырар едім. Біріншіден, сіз семіздік пен артық салмақ мәселесін өте дұрыс көтердіңіз. Егер көшеге шығып адамдарға зер салсаңыз, артық салмақпен жүрген қаншама жанды көресіз. Тіпті балалар да көп. Бұл дұрыс тамақтанбаудың салдары.
фастфуд сататын орындар қаптап кеткен. Олардың иісі мұрын жарады. Әрқайсысы кіріп кет деп тұрғандай. Физикалық белсенділік төмен. Ультра өңделген тағамдардың саны шектен тыс көбейіп кетті. Мұның бәрі артық салмақтың негізгі себептері. Біз артық салмағы немесе семіздігі бар науқаспен жұмыс істегенде ең алдымен оның ағзасында эндокриндік ауытқулардың бар жоғын ескереміз. Мүмкін бұл адамда қант диабетінің бастапқы белгілері бар шығар, немесе қалқанша безі жұмыс істемей жатқан болар. Сондықтан ең алдымен гормоналды өзгерістерді тексеру керек. Артық салмағы немесе семіздігі бар науқастың әрдайым белгілі бір деңгейде тамақтану тәртібінің бұзылуы байқалады. Бұл психология мен психиатрияның шекарасында жатқан күрделі мәселе. Мысалы, тоңазытқыштың жанынан өтіп кете алмау, түн ортасында тұрып тамақ іздеу. Әсіресе тәттіге деген шектен тыс тәуелділік. Мұның бәрі тамақтану тәртібі бұзылысының көрінісі. Ал салмақ азайту үшін операция жасау туралы айтсақ, бұл тақырып әрине 4-ші кезеңге жатады. Мұндай операция морбидті семіздікке шалдыққан, яғни семіздіктің аса ауыр түрі бар адамдар үшін қарастырылған. Бұл соңғы мүмкіндік, яғни бұған дейін айтылған барлық ем шаралар өмір салтын өзгерту, физикалық белсенділікті арттыру, гормоналдық ауытқуларды түзеу, психологиялық қолдау, жеткіліксіз болған жағдайда ғана қолданылатын әдіс. Сіз артық салмақ дейсіз. Бірақ артық салмақ деген не? Қалай анықталады? Бір жағынан бұл дәрігерлер немесе басқа мамандар ойлап тапқан стандарттарға байланысты болуы мүмкін. Бірақ адамның өз денесінде жайлылықты сезіну деген мәселе бар ғой. Мысалы, Абдусамат бізбен көптен бері жұмыс істейді. Абдусамат, өзіңді көрсетсең. Очень спортивный парень на самом деле. Шын мәнінде ол өте спортты жігіт. Жүгіреді, жүреді, жақсы түсіреді. Бірақ, бәлкім сіз оған спортпен айналысу керек немесе тамақтану жүйесін дұрыстау керек дейтін шығарсыз. Скорее всего, неправильно питается Абдусамат. Абдусамат, өзіңді көрсетші, мойындайсың ба? Я Абдусамат, я неправильно питаюсь. Дина, сіз өте орынды айттыңыз. Салмақты бағалаудың нақты объективті әдістері бар. Соның ішінде ең танымалы дене салмағының индексі. Түсінікті болу үшін айта кетейін. Дене салмағының индексі бұл адамның салмағының нормадан төмен бе, артық па, әлде қалыпты ма екенін анықтауға көмектесетін ең қарапайым әдіс. Формуласы мынандай. Мәселен, менің бойым 154 сантиметр, салмағым 50 келі. Енді есептейік. Менің дене салмағымның индексі 21. Бұл норма. Егер менің салмағымның индексі 40-тан асса, яғни осы бойыммен 100 келіге жақындап қалсам, бұл толық кетім емес, ең қауіпті, морбидті семіздік саналады. Және бұл күлетін жағдай емес әрине. Маңыздысы адаммен дұрыс сөйлесу, әсіресе артық салмағы бар адамдармен өте ұқыпты, құрметпен, ізетпен жұмыс істеу қажет. Ешқандай дәрігердің жалпы кез келген адамның, біреудің толықтығын мазаға төге құқы жоқ. Себебі ем осы қарым-қатынастан басталады. Біздің клиникада салмақты азайту бағдарламасымен айналысатын арнайы мамандар бар. Эндокринолог пен шектелмейді. Диетолог, нутрициолог, бірақ бұл 2 апта онлайн курс оқып алып, нутрициолог болып шыға келген адамдар емес. Ондайлар қазір көп. Дұрыс тамақтану туралы кеңес беріп баттар сатады. Бұл өте қауіпті. Шын білікті диетолог керек. Себебі салмақ мәселесі тек тамақ емес, эмоция, ой, күйзеліс мәселесі. Егер қандайда бір медициналық араласу қажет болса, оны профильді маман жасайды. Мысалы, біздің клиникада асқазанға баллон орнату әдісі бар. Бұл видеода 6 ай бойы асқазанына арнайы баллон орнатылып өмір сүрген пациенттің баллонды шығару сәті көрсетілген. Науқас бейсана жағдайда, яғни медициналық ұйқыда жатыр. Экранда сіз көріп отырған арнайы эндоскопиялық құрал.
Ол арқылы дәрігер баллонның ішіндегі сұйықтықты немесе ауаны шығарады. Баллон көлемі кішірейеді, содан соң ешқандай тіліксіз табиғи жолмен, яғни ауыз арқылы асқазаннан шығарылады. Бұл жоғары дәлдікті талап ететін медициналық манипуляция. Эндоскопиялық баллон қою әдісінде арнайы зонд арқылы асқазанға баллон енгізіледі. Сол баллон ішке барып үрленеді. Мысалы, ол асқазанның 1/3 бөлігін алып тұрады. Сонда пациент өзін тойғандай сезінеді, соның арқасында аз жейді. Яғни өзін бір тойып тұрғандай сезімде жүреді, бір алдамшы сезім, бірақ ол қандай да бір әдеттің қалыптасуына әсер етеді. Түсінгенім, асқазан бұлшық еттен тұратын қуыс мүше. Ол созылады, жиырылады, көлемін өзгерте алады. Сондықтан эндоскопиялық баллон жаттықтырушы құрал секілді. Бірақ бұл әдіс туралы көпшілік біле бермейді. Есесіне клиникалардың көбі бірден радикалды шешім, резекцияны ұсынады. Бірақ асқазанды кестіріп тастау қайтарымсыз қадам. Адамдар бір нәрсені дұрыс түсінсе деймін. Операция панацея емес. Мысалы, операция жасатқан соң бәрі өздігінен дұрысталып кетеді деген ой үлкен қате. Егер адамға асқазанды резекциялау немесе қандай да бір шекке айналма жол жасау операциясы жүргізілсе, онда ас қорыту жолының бір бөлігі ағзаның зат алмасу процесінен шығып қалады. Соның салдарынан дәрумендер, темір, басқа да микроэлементтер ағзаға толық сіңбейді. Яғни мұндай науқастарға өмір бойы сол жетіспейтін элементтерді қосымша қабылдап отыру қажет. Асқазанды резекциялағаннан кейін адамның қайтыс болған жағдайлары болған ба? Және мұндай қауіптер туралы дәрігерлер алдын ала ескерте ме? Өткен жылдың соңында біздің клиникада болған бір жағдайды айтып берейін. Науқас қант диабетімен ауыратын. Ол бариатриялық операция жасатқысы келді. Себебі осындай операция жасатса қант диабетінен құтыласың деген біреу айтқан екен. Мүмкін әлеуметтік желіден оққан шығар. Ол адам инсулин қабылдап жүрген, яғни аурудан толық айығуды қалаған. Қазақстандағы хирургтар бұл операция сізге көмектеспейді, қант диабетінен айықпайсыз дейді. Дене салмағының индексі 26-27 ғана, яғни аса артық салмақ жоқ еді. Біздің дәрігерлер бұл операциядан бас тартады. Алайда науқас тыңдамайды. Ол Түркияға барады. Ондағы дәрігерлер де дәл сондай жауап береді, бірақ ол тағы сенбейді. Сөйтіп Индияға жол тартады. Сол жерде оған операция жасайды. Асқазанның 4/5 бөлігін кесіп тастайды. Содан соң науқас Қазақстанға оралады. Біздің хирургтар оның жағдайын көріп, операциядан кейінгі ауыр асқынуларды байқайды. Және оның өмірін аман алып қалады. Шыны керек, бұл ерлікке пара-пар іс болды. Қазір әлгі науқас кемінде 20 келі салмақ жоғалтқан, бітпейтін іш өтуге ұшыраған, асқазанынан түк қалмады. Ең өкініштісі, қант диабетінен айыға алмады. Міне, операцияның нақты көрсеткішсіз, жауапсыз жасатудың зардабы ауыр болады. Осы сәтті, осы мүмкіндікті пайдаланып, мен көпшіліктің өкінішке қарай біздің қоғамда пайдалана бастаған Оземпик туралы сұрағым келіп жатыр. Өйткені жарнамасы шын мәнінде өте көп, тіпті атақты, даңқты, жұлдыздар да сол туралы айтып жатыр. Бірақ менің ойымша, үлкен менің күдігім, сол бір тез арықтаудың біз білмейтін ауыр салдары бар. Сіздің осы бір препаратқа көзқарасыңыз қалай? Оземпик тамаша препарат. Ол қант диабетінің 2-ші типмен ауыратын науқастарға арналған. Оземпиктің құрамында семаглютид бар. Ол қанығу орталығына әсер етеді, яғни адам тез тояды. Бірақ мен тағы қайталаймын, бұл диабетпен ауыратындарға арналған дәрі.
и быстро насыщается в желудке. Да, я сразу скажу. Бүкіл әлемде оны off-label қолданады, яғни нұсқаулықта көрсетілмеген мақсатта. Оземпиктің 2-4 миллиграмм дозасы арнайы семіздікті емдеуге арналған. Өкінішке қарай Қазақстанда ол жоқ, Еуропада, ақш-та бар. Ал бізде қазір не ішіп жатыр сонда? Міне, осы жерде үлкен мәселе бар. Оземпикті назар аударыңызшы. Жүкті әйелдерге болмайды, бала емізетіндерге, балаларға болмайды. Қалқанша безінің қатерлі ісігі барлар, немесе отбасылық анамнезі бар адамдарға ішуге болмайды. Осы мүмкіндікті пайдаланып, мен көптен бері мазалап жүрген тағы бір тақырып бат туралы сұрадым. Қазақстанда 2022 жылы бат нарығының көлемі 70 миллиард теңгеден асқан. Ең көп тұтынушылар әйелдер мен жас аналар, сосын спортпен айналысатын жандар. Тіпті өзім де маркетинг құрбаны болып жүрген секілдімін. Мен жүзумен айналысамын ғой. Қазір Oceanman'ге дайындалып жүрмін. Сондықтан мен бат ішем. Білесіз бе, қалай таңдағанымды? Достарым маған көмектесті деген соң, мен де іше бастадым. Дина, мен де Oceanman'ге дайындалып жүрмін. Жалпы бат қабылдау туралы айтатын болсақ, әрине белгілі бір дәрумен кешені бар. Мен оған қарсы емеспін. Бірақ тағы да қайталаймын. Олар міндетті түрде Қазақстанда тіркелген, сертификатталған болуы керек. Көп жағдайда, әсіресе жекеменшік клиникаларға келгеніңде, дәрігер бат жазып береді де, мына қоспаны алыңыз, бірақ тек осы адамнан, немесе осы компаниядан алыңыз дейді. Бұл бірінші дабыл белгісі. Батты кәдімгі дәріханалардан алыңыз. Бұл менің ойым. Екінші мәселе, көптеген қоспалар мен препараттардың әсер ету механизмі мүлде түсініксіз. Мысалы, бір капсулаға 20-30 түрлі шөп, минерал компонент араластырып қойған. Ол бір-бірімен қалай әрекеттеседі? Олар адамның ағзасына қалай әсер етеді? Және ең бастысы, капсуладағы заттар шынымен құрамында бар ма, жоқ па? Бұл сұрақтар жауап қалап жатыр. Жақында батыс елдерінде жүргізілген бір зерттеу нәтижесінде мынадай шындық анықталды. Баттардың 90% өз құрамында көрсетілген заттарға сәйкес келмейді екен. Яғни ішінде нақты не бар екенін ешкім білмейді. Қазір кейбір клиникалар тек бат жазып берумен айналысады. Просто специализируются на том, что назначают большие количество БАДов. Сол себепті бауырдың улануымен көп науқас келетін болды бізге. С токсическими поражениями печени. Білесіз бе, қазір бат салдарынан болатын бауыр зақымы қарапайым дәрілерден болатын зақымдардан басып озып тұр. Бұл өте қауіпті жағдай. Уже перегоняет количество лекарственно индуцированных повреждений печени. Это очень опасно. Сондықтан біздің көрермендерімізге де өтініш, бұл категориядағы өнімдерді таңдағанда ақылмен қараңыздар. Қазіргі таңда асқазанды һәм ішекті тазалау процедуралар туралы жиі естіп жатырмыз. Ақшаң болса қалтаңда, барасың, сенің бәрінде жуып береді, сөйтіп жаңа адам өзіңнің бір жаңа нұсқаң пайда болады деседі. Мұның барлығы да бұл жарнама ма, әлде шындықпен жанасатын құбылыс па? Біріншіден, адам ағзасы канализация емес қой. Оны тазарту керек деген түсінік қате. Кейде маған протектор қойып беріңізші деп келеді. Сонда мен әзілдеп жауап беремін. Протектор дөңгелекте ғана болады деп. Дәл сол сияқты адамды тазарту керек деген ғылымға жат нәрсе. Ал оны жасайтындар түптеп келгенде адамға іш жүргізетін және өт айдайтын дәрі береді. Қосымша клизма салады, тіпті зонд енгізіп асқазанды тазалаймыз дейді. Мұның бәрі физиологияға қайшы. Шын мәнде одан ешқандай пайда жоқ. Адам ағзасы күніне орта есеппен 1 литр 200 миллилитр өт бөледі. Бұл қанша түкірсең де аузыңда жиналатын сілекей сияқты. Адамға тазарту деп клизма жасау өте қауіпті. Өйткені ішек микрофлорасы толықтай бұзылады. Бұл варварлық тәсілдер. Сосын тағы бір өтірік бар. Сіздің өтіңіз толып қалыпты, УЗИ-де көрінді деген.
Бұл медицинамен еш байланысы жоқ тұжырым. Өттің толып қалуы деген диагноз мүлдем жоқ. Егер сізге УЗИде осылай айтса, жиналыңыз да тезірек ол жерден кетіңіз. Тазарту демекші, профессор Александр Витальевич асқазанын тексертуге келген әр адамға бір ғана сұрақ қоюды үйренуге кеңес береді. Эндоскопты қалай тазартып жүрсіздер деген. Қарапайым тілмен түсіндірсем, эндоскоп міне ол жұқа, ұзын, иілгіш шланг тәрізді құрылғы. Оның ұшында кішкентай камера бар. Ол адам ағзасының ішіне енгізіледі. Мысалы, асқазан мен ішекке. Енді көз алдыңызға елестетіңіз. Бұл құрылғы сіздің алдыңызда тағы бірнеше адамның ағзасында болған. Сол үшін де тазарту өмірлік маңызды процесс. Бұл біздің стерилизация бөлмесі. Стерилизация дегеніміз қауіпсіздік. Қазір 21 ғасырда ВИЧ, вирустық гепатит секілді инфекцияларды жұқтыру қаупі өте жоғары. Міне қараңыз, мынау жуу бөлмесі. Қазір біздің медбикеміз Осимай алғашқы өңдеуді жүргізіп жатыр. Одан кейін құралдар толық стерилизациядан өтеді. Яғни бұл жерде басты мәселе, тағы қайталаймын, ол қауіпсіздік. Сол себепті эндоскопиялық зерттеу арзан бола алмайды. Мұнда тек аппараттың өзі ғана емес, сонымен қатар стерильділік, өңдеу, залалсыздандыру жүйесі де маңызды рөл атқарады. Әрбір жаңа пациентке тек стерильді құрал қолданылады. Біздің орталықтағы консультация 45-60 минутқа дейін созылады. Өйткені 15 минутта науқасқа бәрін түсіру мүмкін емес. Әсіресе алғашқы 10 минутты біз көбіне мифтерді сейілтуге арнаймыз. Себебі бізде науқас қайда емделеді? Google, Яндекс, GPT, көрші апа және нағашылар. Әсіресе нағашылар бұл тіпті ерекше бір каста сияқты. Рас қой? У нас у казахов, ну правда же? Құлағыңызға алтын сырға. Салмақты бақылаудың тағы бір қарапайым, бірақ өте маңызды әдісі бар екен. Бұл беліңді өлшеу. Бел денсаулықтың индикаторы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әйелдің белі 80 сантиметрден, ерлердің белі 94 сантиметрден аспағаны жөн дейді. Адам өзі арық көрінсе де, іш аймағы томпайып тұруы мүмкін. Көрген шығарсыздар. Бұл ішкі майдың, яғни висцералды семіздіктің айнасы. Қант диабеті, жүрек қан тамыр аурулары, инсульт, инфаркт қаупінің көрінісі екен бұл. Мен камералардың 25 жылдық өзімнің осы саладағы жұмысымның арқасында бәрін көрдім десем болады. Бірақ мынандай камераны көрмеген екенмін. Камера, Бұл аш ішекті диагностикалауға арналған ерекше құрылғы. Капсула камера. Тағы қайталайын, гастроскопия өңеш, асқазан және 12 ел ішекті көрсетеді. Колоноскопия тік ішектен кіргізіліп, тоқ ішекті көрсетуге мүмкіндік береді. Ал аш ішек ұзындығы 5 метрге дейін жететін кең, ұзын, көрінбейтін аумақ. Капсула камераны пациент кәдімгі антибиотик таблеткасында жұтады. Кейін арнайы монитор қойылады, бүкіл ақпарат Bluetooth арқылы беріледі. Содан соң дәрігер капсуладан келген бейнелерді қарап, қорытынды шығарады. И доктор уже дает заключение. Ең бас артықшылық біздің клиникамыздағы пациент екі сараптамалық қорытынды алады. Өйткені бұл кореялық капсула. Және біз корейлік әріптестерімізбен бірлесіп жұмыс істейміз. Капсуланың ағзада жүру уақыты әр адамда әртүрлі. 8 сағаттан 1,5 тәулікке дейін. Бұл адамның ішек моторикасына байланысты. Капсула нәжіспен бірге өздігінен сыртқа шығады. Оны әрине қайта қолданбаймыз. Бұл жиі қойылатын сұрақ. Капсула тек бір рет қолданылады. Бұл қауіпсіздік үшін өте маңызды. Это вообще дорогая диагностика? Бұл арзан диагностика емес. Бағасы шамамен 270 мың теңге. Бірақ не үшін? Бұл тек қосымша құрал емес. Асқазан ішек жолының барлық бөлігін толық қарап шығуға арналған бірден-бір мүмкіндік. Мәселен, белгісіз себеппен салмақ төмендесе, анемия, бірақ себебі анықталмаса, аш ішектің созылмалы аурулары, крон, целиакия. Осы сәттерде капсула эндоскопиясы нақты диагноз қоюға көмектесетін әдіс.
қазіргі таңда көп адамдарға панкреатит деген диагноз қояды. Екінің бірінде панкреатит, гастрит. Сіздіңше қандай да бір аурудың түрін анықтай алмаған кезде панкреатит пен гастрит сөздері қолданылады ма? Әлде шын мәнінде Қазақстанда бұл белең алып жатқан үлкен проблема ма? Вот вы фактически Міне, сіз өзіңіздің сұрағыңызға жауап бердіңіз. Елімізде жаппай панкреатит эпидемиясы басталып кеткен емес. Жоқ, мүлде олай емес. Бұл гипердиагностика, диагноздардың эпидемиясы дер едім. Айтпақшы, өзіңіз қалай ойлайсыз? Іштің ауырсынуы, шұрылдау, іштің қатып қалуы немен байланысты болуы в рамках мүмкін? каких диагнозов это все может быть? Менің жағдайымда бұл көбінесе психоэмоционалдық менің көңіл күйіме байланысты сияқты, әсіресе стресстерге байланысты. Өйткені қатты алаңдалсам, күйзелсем, түңілсем, бәрі асқазанға тікелей әсер етеді. Абсолютно правильно. Дұрыс ойлайсыз, Дина. Дәл солай, өйткені көп жағдайда біз функционалдық бұзылыстармен бетпе-бет келеміз. Басқаша айтқанда, бұл қандай да бір бұлшықеттің түйілуі. Бұл белгілер көбінесе жүйке жүйесімен тығыз байланысты. Және өкінішке орай асқазан ішек жолының функционалдық бұзылыстар деп аталатын бөлек аурулар тобы да бар. Олар көп жағдайда мүлде айтылмайды. Себебі бұл диагноздар туралы науқастарды айтпағанда мамандардың өздері жақсы білмейді. К сожалению, Өкінішке қарай ультрадыбыстық зерттеу қорытындысымен келетін науқастардың нәтижелеріне қарап, зерттеулердің көп жағдайда сапасы жасалғанын байқаймын. Бұл ең алдымен дәрігердің өзіне және оның жұмыс жасайтын аппаратына байланысты. Сондықтан біз интерна клиникасына ультрадыбыстық диагностика аппаратының ең үздігін алдық. Бұл әрбір миллиметрді нақты көруге, өлшеуге, қан айналымын зерттеуге, ағзада шын мәнінде қандай да бір органикалық өзгерістер бар ма, жоқ па, соны нақтылауға мүмкіндік беретін аппарат. Артық салмақ әдетте бала кезден қалыптасады. Неге десеңіз, мен әрқашан апалар құртады деп айтам. Мына бір қасықты қалдырма, мамасы, папасы, апасы үшін тағы бір қасық жей ғой. Таныс па? Бұл таза махаббат, бірақ одан бала ағзасында инкретин жүйесі бұзылады. Инкретиндер бұл аштық пен тоқтық сезімін реттейтін ферменттер. Яғни бала қашан тоқ екенін өзі біледі. Біз оны тыңдауымыз керек. Қане тағы жей ғой деп мәжбүрлеуге болмайды. Екіншіден тағы бір қауіпті нәрсе бар. Сен толып кетіпсің. Сен неге көп тамақ жейсің? Басқаларға қарашы дейміз. Сонда бала өз-өзіне тығыла бастайды екен. Бір сәтте артық салмақ оның қорғанысына айналады. Психосоматика, мен толықпын, мені ешкім мазаламайды. Артық салмағымен ол өзін қорғаймын деп ойлайды. Міне сондықтан біз қазір тек денемен емес, оймен де жұмыс істеуіміз керек. Менің бір пациентім болды. 7 баласы бар әйел. Оның артық салмақ қосуының басты себебі обал болады деген ұстаным. Бірақ олай істеуге болмайды. Ол әйел тамақ дайындағанда әуелі дәмін татады, сосын әр баласының артынан жейді. Ақырында өзімді қоқыс шелегіндей сезінем деп айтты. Ағза қоқыс жәшігі емес, және күйеу де қоқыс жәшігі емес. Күйеуімнен бір сұрақ. Аш қарынға ұйықтауға болмайды. Бұл шын ба әлде миф пе? Ең бастысы шектен шықпау. Кей адамдар мен кешкі 5-тен кейін тамақ ішпеймін дейді. Ал сен қашан ұйықтайсың деп сұраса түнгі 12-де дейді. Яғни адам 6 сағат бойы аш жүр. Мұндай жағдайда жолдасыңыз дұрыс айтып отыр. Бұл енді дәрігердің кеңесі ме, әлде ер азаматтық қолдау ма? Ұйқыға 3 сағат қалғанда кешкі ас ішкен дұрыс. Меніңше, сіздің пациенттеріңіз сізді өте жақсы көретін сияқты. Любят вас. Такие советы даете. Сіз көп нәрсеге рұқсат бересіз. Шын мәнінде медицина бұл тыйым салу жүйесі емес. Бүгінгі медицина науқасқа таңдау еркіндігін беруі тиіс. Мысалы, науқас ауруханаға түскенде біз мынадай диета ұста деп қатал тыйым салмаймыз.
Алдымен науқастың қалауын сұраймыз, сосын соған сай тамақ мәзірін бейімдейміз. Медицина мүмкіндігінше тыйым емес, рұқсаттар жүйесі болуы керек. Әрине ақылмен. Бұл менің көзқарасым. Бұл клиниканың тағы бір ерекшелігі менеджментінде. Әсет Өтегенов кәсіби дәрігер емес, қаржыгер, бірақ ол жүйені емдеуге келгенін айтады. 3 жыл бұрын мен мемлекеттік сектордан кетемін деп шештім. Жалпы 19 жасымнан бастап денсаулық сақтау жүйесінде қаржыгер ретінде еңбек етіп келемін. Медицина көпшілік үшін жабық сала. Мұнда шешімдер қалай қабылданады, кім кеңес береді, кім ықпал етеді, халыққа бәрі түсініксіз. Мен өз жолымды сол медицинамен келіспеген соң бастадым. Өзім сенетін, өзім құрметтейтін медицина жасағым келеді. Медицина жүйесіне қазір халық сенбейді. Бізді алдап ақшаға айналдырып жатыр деп ойлаймыз. Есіңізде ме? Мемлекеттік ауруханада науқасты қолдарыңнан келгенше айналдырыңдар дегенді біреу айтып еді ғой. Там черепно-мозговую травму вытащить из анамнеза, отправить на КТ, на консультацию невропатолога и так далее и тому подобное. Крутите больных. Егер жеке клиникада отырған адам науқастардан барынша көп пайда көріңдер десе, ондай адамның ар-ұяты жоқ. Такого человека просто глубоко непорядочный. Никто не говорит не зарабатывать. Ешкім ақша таппа, өміріңді қамтамасыз етпе демейді. Бірақ адамның әлсіз күйін пайдаланып ақша жасау біздің корпоративтік мәдениетімізге сәйкес келмейді. Сондықтан біз бар күшімізді әділ әрі сапалы қызмет етуге жұмсаймыз. Дәрігердің ары сатылмау керек. Бұл ұзақ мерзімді әрі дұрыс бизнестің негізі, сапалы нәтижеге жұмыс істеу. Интерна клиник бұл институт деп жазылған. Институт дегеніміз бұл зерттеу, оқыту деген мағынаны білдіреді менің санамда. Осы сөздің пайдалануы интерна клиник институты бұл жай маркетингтік қадам ба, әлде бұл расында осындай бір ғылыми орталық? Ол расында ғылыми орталық. Бізде Асфендияров атындағы мұғалімдер жұмыс істеді. Именно ұстаздарда. Бүгінде ұжымның жартысы тәжірибелі практик дәрігерлер, медицина саласындағы пікір көшбасшылары және оқытушылар. Лидеры мнения преподаватели медицины. Бүгінгі таңда біздің дәрігерлер әлемдік деңгейде мойындалған мамандар. Интерна клиник бұл қазіргі таңда медициналық препараттар бойынша ғылыми зерттеу базасы. Интерна клиник халықаралық клиникалық зерттеулерге қатысады, сонымен қатар біз дәрігерлерге білім береміз. Тұрақты түрде курстар, семинарлар, тренингтер өткізетін интерна академиясы жұмыс істейді. На постоянной основе проводит образовательные курсы, семинары, тренинги для действующих специалистов медицины. Бүгінде интерна клиник 3 халықаралық клиниканы біріктіріп отыр. Бұл Корея, Түркия және Германия. Корея, Стамбул, Германия. Медицинада жалғыз жүруге болмайды. Бұл салада тек халықаралық ағымда жұмыс істеу қажет. Біз жыл сайын орталық Азия гастро апталығын өткіземіз. Оған 3500 адам қатысады, оның 1000 офлайн қатысады. Бұл медициналық қауымдастыққа арналған ауқымды жиын. Осының бәрі бізге өзімізді институт деп атауға толық құқық береді. Менің түсінгенім, сіздер қазіргі таңда балаларға арналған гастроэнтерологияның бөлек бөлімін ашуды жоспарлап жатырсыздар. Осыдан бірнеше жыл бұрын марқұм Камал Ормантаев мырзамен сұхбаттасқан кезімде ол балалар педиатрларының тапшылығын, жалпы бала ағзасы мен ересектердің ағзасы екі бөлек дүние екен. Оларды бір маманның қарауына негізінде рұқсат жоқ, оның өзі бір қылмыс екендігін шегелеп айтқан болатын. Что касается нас, мы в этом году
пришли к тому... Осыдан 2 жыл бұрын мақсат етіп қойған бағыт бұл яғни балалар гастроэнтерологиясы мен балалар эндокринологиясына кіру. Эндокринология. В связи с тем, что сегодня мы... Себебі қазіргі таңда біз ай сайын орта есеппен 3600-4000 пациент қабылдаймыз. Әдетте өздері қаралған соң ата-аналар балаларын да ертіп келеді. И мы уже начали потихонечку... Осылайша біз балаларды да қарай бастадық. Қазір клиникамызда 2 білікті педиатр жұмыс істейді. Оларды 3 жыл бойы өзіміз дайындап оқыттық. Диагностический парк оборудования. Бүгінде біздің диагностикалық жабдықтар паркі де балаларға бейімделген. 1 жастан бастап балаларға УДЗ диагностикасын еркін жасай аламыз. Қара, жекеменшік клиникада әртүрлі бағалар бар. Мәселен, гастроэнтеролог 1, оның қабылдауы 25 мың теңге тұрады. Гастроэнтеролог 2, оның қабылдауы 7 мың теңге тұрады. Гастроэнтеролог 3, оның қабылдауы 75 мың теңге тұрады. Әртүрлі. Әрине, сен қалтаңа қарай көсілесің. Осы тарифті бекітетін сен бе? Но бізде клиникада былай. Ең қымбат приема профессорность приема. 70 мың теңге тұрады. А остальные гастроэнтерологи бірде бағасы. Потому что всех гастроэнтерологов профессор подготовил абсолютно одинаково. Бізде врачтар, сколько будет стоить их прием, они не вмешиваются. Не вмешивают. Біздің клиникада дәрігерлер қабылдау бағасын араласпайды. Өйткені олардың табысы 80%, жалақы 20% ғана ынталандыру. И фиксированная абсолютно полноценная нагрузка. Примерно... Дәрігерлер күн сайын орта есеппен 10 науқасты қабылдай алады. Бұл саланы сақтау үшін қажет. Біздің қоғамда қымбат дәрігер мықты, арзан дәрігер нашар деген түсінік бар. Бұл қате пікір. Халықты адастырмас үшін бізде тариф бірыңғай. Құны ең жоғары қабылдау ол профессор Александр Витальевичтікі. Почему так нужно было сделать? Неліктен оның қабылдауы 75 мың теңге тұрады. Сіздерге бүгін ашып айтайын. Ол шын мәнінде ауыр жағдайға түскен науқасты қарайды. Мәселен, бауыр циррозы, аутоиммунды гепатит секілді күрделі диагноздарда. Қарапайым гастритпен келген адамдарға біз бірден айтамыз. Сізге профессордың қабылдауы қажет емес. Өз кезегіңізді 3 ай бойы бекер күтіп жүресіз деп. Осы арқылы біз науқастың ақшасын үнемдейміз, бұл үміттен де сақтаймыз. Почему не могу? Потому что у него болезнь, которая лечится антибиотиками 2 недели. Зачем он будет вас ждать? У нас почему получается, что... Қазақстанда пациенттер көбіне айналма жолмен жүреді. Өйткені көп жағдайда дәрігер жалғыз шешім қабылдайды. Шешімі күмәнді болса, науқас қайта-қайта анализ тапсырып әуре болады. Соңында жатып қалады немесе басқа дәрігерге барып қаралады. Бізде аптасына 2 рет консилиум өтеді. Дәрігер өз шешіміне сенімсіз болса, оны ортақ талқылауға шығарады. Бұл командалық шешім. Ешкім жеке жұмыс істемейді. Дәл осы командалық жұмыс пен жүйе қызметтің бағасын қалыптастырады. Егер дәрігер жалғыз жұмыс істесе, тариф арзан болар еді, бірақ біз бүкіл команданы іске қосамыз. Бұл уақытты талап ететін жұмыс. Бағасы да әрине соған сай. Профилактика демекші, біз көпшілігіміз чекап жасау үшін, немесе тағы да бір операцияларды жасау үшін біз шетелге баруға құмармыз. Өйткені біз қазаққа сенбейді. Қазақ басқа жерге барса, одан да күшті, одан да жақсы жасайды деп үміттенеді. Сол үміт үшін ақша төлейді. Менің ойымша нәтижесінде медициналық туризм деген бір жаңа тіркес пайда болды. Бірақ менің түсінбейтінім, медициналық туризм дегенде түбірі қайсысы? Медицина ма? Әлде бәрібір де ол туризм ба? Начну с того, что в этом году была выставка туризма в Казахстане. Биыл Қазақстанда туризм көрмесі өтті. Мен де арнайы бардым. Сол жерде 40-қа жуық аурухана өз қызметін ұсынып тұр екен. Сенесіз бе? Бүгінде біздің елден кетіп жатқан пациенттердің жалпы айналымы шамамен $1 миллиард екен. Яғни бұл елімізден жыл сайын шетелге кететін қаражаттың көлемі. Мәселе мынада. Қазіргі медициналық туризм мен туристік компаниялар айналысып жатыр. Пациент дәрігерге емес, турфирмаға барады. Биылдан бастап біз әріптестерімізбен көп салалы клиникалармен бірге осы нарыққа өз форматымызды енгіздік. Мы сейчас
Енді науқас ең алдымен ауруханаға жүгінеді, толық диагностикадан өтеді, себебі да. біз халықаралық серіктестермен Диагностировать. келісім шартқа отырғанбыз. Олар біздің қойылған диагноздар мен сараптамаларды мойындайды. Егер біз мәселені өзіміз шеше алсақ, Но если мы сами разобрались, мы сами объясним. Ну, если мы Ал не егер сможем, өздеріңіз емдей алмасаңыздар мы ше? же гастроэнтерология. әрине, егер мәселе гастроэнтерология болса, өзіміз емдейміз. Егер онкология немесе басқа салалар қажет болса, онда біз мәліметтерді шетелге жібереміз. Онда арнайы медициналық координаторлар бар. Себебі көп науқас ағылшын тілін жетік білмейді. Сол координатор шетелдік дәрігермен консилиум ұйымдастырады, онлайн талдау жасалады. Содан кейін ғана пациент өз шешімін қабылдайды. Кетем бе, жоқ па деген. Здесь они могут в одной. Бүгінгі күні біздің азаматтардың 80% шетелге чекап үшін барады. Себебі Қазақстанда толыққанды жүйелі 2 күнде бітіп нақты нәтиже беретін чекапты бірде-бір мекеме жасамайды. Қазақстанда көп салалы ауруханалар бар, бірақ олар бұл қызметпен кәсіби түрде айналыспайды. Ал шетелде бәрі дайын. Кореяда мысалы бұл керемет дамыған жүйе. Адамдар көбіне емделу үшін емес, комфорт пен сервис үшін барады. Сіз шетелдік туристік компания арқылы барудың қажеті жоқ дейсіз бе? Мой призыв говорит о том, что сегодня есть, Иә, конечно, бүгінде жайсыз болса да, сапалы диагностика жасай алатын отандық орталықтар бар. Иә, бір жерде емес шығар, бірақ әр жерден өтіп нақты нәтижеге жетуге болады. Демек, бәрібір бізде арзанырақ? конечно, чем туда выезжать, делая. К нам в клинику ложатся. Әрине, әлдеқайда арзан. Бізге дәл сондай жүйелі, толыққанды чекап қызметі керек. Қазір біздің клиникада 2 күндік гастро-чекап ұйымдастырамыз. Айына шамамен 50-60 адам өтеді. Жұмыстан сұранбай-ақ жұма күні келіп жатады, жексенбі күні кетеді, және шетелден 10 есе арзан. Расында, неге біздің көп салалы мемлекеттік емханаларымыз чекап ашып, қосымша табыс іздемейді? Каждый год Егер жыл сайын 1 қаңтарда сіздің есеп шотыңызға миллиардтаған теңге түсетініне сенімді болсаңыз, басқа қаржы көзін не үшін іздейсіз? дополнительно, я вот иногда Кейде ішімнен күлемін. Сіз шын мәнінде мемлекеттік мекеменің бір басшысы болсын, өткен жылы қанша адам қайтыс болған ойлап, уайымдайды деп ойлайсыз ба? освоение. Жоқ. Оған 1 қаңтарда жаңа бюджет келеді, жаңа игеру басталады. Акция, Когда тебе уже ақша бар, не үшін ойлану керек? Бұл жерде коммерциялық телеарна мен мемлекеттік телеарнаның айырмашылығы сияқты мемлекеттік арнаға рейтинг маңызды емес. Сол сияқты ауруханаларға да клиент іздеп жұмыс істеудің қажет жоқ. Жедел жәрдем өздері науқас алып келеді. Халық неге наразы? Себебі біз қарапайым азаматтар медициналық сақтандыру ақша төлеп отырмыз ай сайын. Ал медицинаның сапасы соған сай емес. нас Не удовлетворяет. не удовлетворяет. И здесь выходит несправедливо. А почему тогда частникам не дают? Жекеменшік медицинаға неге субсидия берілмейді деген сұрағым бар менің. Мысалы, қазіргі уақытта ККС енгізілуде. 2026 жылы 5%, ал 2027 жылы тағы 5% қосылып барлығы 10% болады. Бұл бағаның өсуіне алып келеді ғой. Это безразлично. Денсаулық сақтау министрлігін бұл қызықтырмайды. Олар тек мемлекеттік жүйенің саясатына жауап береді. Системе здравоохранения. То есть для них Жекеменшік клиникалар олар үшін жоқ секілді. Жабылдың ба, өзің кінәлісің. там министерство что-то будет говорить кому-то, что ли. Ну, закрылся. Ну, не смог. Ну, плохой менеджер. Да, это твои проблемы. А если сейчас попробую... Ал енді мемлекеттік аурухананы жауып көріңізші. Нағыз дау болады. Сфера и прочие моменты. И я здесь говорю о том, что почему комбайны... Аграршыларға комбайнға субсидия беріледі, ал олар менің білуімше мемлекеттік емес, жеке шаруа қожалықтары. Онда неге бізге жекеменшік медицинаға мысалы УЗИ аппарат үшін субсидия берілмейді? А почему не хотят поддерживать? Бұл мемлекетке тиімсіз бе сонда? Для государства выгодно в сегодняшнем... Жоқ, мәселе биліктегі шешім қабылдайтын адамдардың түсінігінде. Олардың ойынша біз әлі де социализмде өмір сүріп жатырмыз. Сегодня Қазір мемлекеттік емханаларға бағытталған сын көп, бірақ сол емханаларда сол баяғы кеңестік санада қалған мамандар жұмыс істеп отыр. все-таки не адаптированы на рыночные рельсы. Что медицина — это давно уже полноценная часть
Ал шын мәнінде медицина ол экономика, ол салық төлейді, жұмыс орындарын ашады, бірақ жүйе әлі де мемлекеттің қолындағы 70% үлесті сақтап қалуға тырысады. Предприятие в деньгах, если да, сказать. Сегодня остается раз в руках государства, государство и отстаивает свои 70%. Вот в Турции мы были, турецкая модель, я спрашиваю, как у вас турецкая модель страхования? Там частные страховые компании. Не как у нас. Біз Түркияда болдық. Ол жақта жеке медициналық сақтандыру компаниялары жұмыс істейді. Мысалы, сізге ота қажет болса, таңдай аласыз. Жоғары деңгейлі клиникаға барасыз ба әлде бюджеттік емханаға ма? Там есть в Турции, там Медиполь взять, Медикану взять, да, там условно, такие топ, которые считают. Ты туда придешь, пройдешь диагноз, они отправят запрос в страховую. Больница сама делает калькуляцию в рамках своего прескуранта цен. Мықты клиниканың өз бағасы бар. Ол сақтандыру компаниясына ем-домның толық сметасын жолдайды. Сақтандыру компаниясы мысалы 70%-ын төлейміз дейді. Қалғандарын пациент өз төлейді. Она говорит, мы тебе можем оплатить 70% от этой суммы. Ал қаржысы жоқ адам қарапайым ауруханаға барады. Сол жерде 100% сақтандырумен тегін қаралады. Уравниловка. Бұл ешқашан жақсы нәтижеге келмейді. Я, халықтың көпшілігі бәрі тегін болсын деп талап етеді. Бірақ бүгінгі тарифпен бұл мүмкін емес. Себебі жүйенің өзі сапаны арттыруға емес, жай ғана ауруды жабуға арналған. Не подразумевает улучшение условий. Ой, слушаю тебя, лучше вообще Сіздің сөзіңізден кейін бірақ қорытынды шығарамын. Ауырмау керек никогда не деген. попадаться в руки. Ну, как ты думаешь вообще? Қалай ойлайсыз, сіздің ішкі түйсігіңіз бен болжамыңыз бойынша Қазақстанда жағдай өзгере ме? Денсаулық сақтау жүйесінде реформалар бола ма? Жалпы өзіңіз министр болғыңыз келе ме? Жоқ, ешқашан. Я хочу работать, да? Мен бұл жүйеден кеттім. Шынымды айтсам өте қиын. Достарым, таныстарым әлде мемлекеттік жүйеде жұмыс істейді. Халықтың бүкіл наразылығы солардың мойнына түседі. Қазір жүйе тіпті дәрігерді қашырып жатыр. Обязаны через себя пропускать, реагировать на это. Иә, бәріміз сын айтамыз, ұрсамыз, талап қоямыз. Бірақ мәселені шешетін, батыл іске кірісетін адам табылмайды. Сондай адам жоқ сияқты. Егер мемлекет тарапынан нақты міндет қойылса, я ойланар едім, бірақ соңғы 3 жылда маған ешкім ондай ұсыныс жасаған жоқ. Қысқа блиц сұрақтар. Жауаптарыңыз өте қысқа болуы мүмкін, бұл шын әлде миф пе? Қазақтар сүтті қорыта алмайды. Демек, ересек адамға сүт ішу пайдасыз, тіпті зиян болуы мүмкін. С возрастом это... Бұл жартылай шындық. Жас ұлғайған сайын көп адам сүтті қиын қорытады, өйткені лактоза ферментінің белсенділігі азаяды. Бірақ бұл бәріне бірдей сүтті ішпеу керек деген сөз емес. Мысалы, мен өзім шайға сүт қосып ішкенді жақсы көремін. Ал тары шай ше? Тары шай да жақсы, оның құрамында дәрумендері көп. Айтпақшы, тары шай тек Қазақстанда емес, Жапонияда да өте танымал екенін білесіз бе? Жапондар жасыл шайды тары шаймен бірге ішеді. Ендеше, егер сүт ішкенде шөтпесе, іш кеппесе, онда неге бас тарту керек? Адам өзін тыңдау керек қой. Таңертең ас содасы қосылған жылы су ішу керек дейді. Бұл ағзаны тазартатын халықтық әдіс екен. Бұл миф пе әлде шындық па? Ас содасы туралы нақты ештеңе айта алмаймын. Неге оны ішу керек? Асқазанды сілтілендірудің қажеті не? Түсініксіз, мен ішпеймін. Ас суға келсек, иә, мен өзім таңертең жылы су ішемін. Денсаулығым жақсара ма, өмірім ұзара ма білмеймін, бірақ осындай әдетім бар. Біз өз нәжісіміздің формасы мен түсі туралы не білуіміз керек? Кей адамдар үшін бұл туралы айту ыңғайсыз болуы мүмкін, бірақ бұл қалыпты тіпті өте қажет тақырып. Әр адам мынаны білу керек. Күнінде кемінде бір рет үлкен дәретке бару керек. Кейде 2 күнде 1 рет.
ауырсынусыз, қиналмай. Нәжістің формасы шұжық тәрізді болу керек, түсі қоңыр. Егер ішінде шырыш, қан немесе басқа да қоспалар болса, бұл денсаулықта бір мәселенің барын көрсетеді. Ал енді өзіме де маңызды сұрақ. Ұлым бар, 8 жаста. Біз әдетте бала осырса, ұят емес пе деп ұрсамыз. Боқты табиғи емес, жиіркенішті нәрсе деп қабылдаймыз. Осы тақырыпта баламен қалай сөйлесу керек? 3 нақты кеңес беріңізші. Өте жақсы сұрақ. Біріншіден балаға ұят емес екенін айту. Бұл бәрімізде болатын табиғи процесс деп түсіндіру керек. Екіншіден сұрауды қалыпқа айналдыру керек. Бүгін қалай бардың дәретке? Формасы қандай болды? Шұжық сияқты ма? Қан шырыш сияқты бірдеңе болған жоқ па? Мұны қысылмай сұрау керек. Қажет болса дәретті жуып тастамай маған көрсет деп те айтыңыз. Бұл ауруды алдын алу үшін қажет. Сұхбатымызды мынандай бір блицпен аяқталсақ, бір ғана сөзді таңдай аласыз. Сіз үшін жақсы емхана деген не? Қымбат аппараттар, мейірімді қабылдау, әлде нәтиже ме? В моем Менің понимании түсінігімде хорошая жақсы клиника поликлиника дегеніміз это жақсы где маман, объединены жақсы хороший жабдық және специалист, жақсы хорошее сервис оборудование, біріктірілген хороший орын. сервис. Бұлардың Всё біреуі вместе. болмаса, Все вместе. қалғанның Одно мәні без жоқ. другого быть не может. Қайсысын басқару қиынырақ? Қаржыны ма, әлде адамның сенімін бе? Сложнее всего именно доверие. То есть Ең задача қиыны же в чем стоит? сенімді Не зря басқару. говорят, Өйткені оправдать басты доверие. міндет сол Вот чтобы сенімді оправдать ақтау. доверие, это требуется колоссальных усилий. Сіз үшін денсаулық сақтау бизнес пе, әлде миссия ма? Бізге қазір миссия. Миссияңыз орындалсын. Рахмет. Рахмет.